Пайғамбарымыздың сүт анасына табысталуы. Сұлтанмен қауышқан әлем шат-шадыман, пенде атаулының көңілдеріне нұр себетін тұлғаның өз панасында болғаны үшін Арабстанның қуанышы да шексіз. Жалғанда жалғыз рет болатын ғажайып оқиғаның куәсі болған Мекке мерекелік көңіл күйде. Әзірет Аминаның да көңілі жайланған. Торсық шекелұлына қарап, жан жарының қайғысын бір сәтке болса да ұмытқан. Болашаққа деген үміті арта түскен. Бақыттан бас айналған. Алайда Әмина ана дара туған сәбиін бір аптадай ғана емізді. Арабтардың ежелден қалыптасқан әдеті бойынша нәресте сүт анаға табысталуы керек. Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассаламның жақын туысы Әбу Лахабтың күңі Суайба осындай игі құрметке ие болды. Суайба ханым бұрын Әзірет Хамзаны да емізген. Пайғамбарымыздың Хамзамен емшектес бауыр атануына себеп болған құрметті ана. Өзіне зәредей болса да жақсылық жасағанды ешқашан ұмытпайтын, қайтарымсыз қалдырмайтын, қарыз бен парызды тереңнен пайымдай білетін пайғамбарымыз бірнеше апта бауырына салған сүт анасы Суайбаны өмір бойында назарынан тыс қалдырған емес. Жиі-жиі барып, жағдайын сұрап, көрген жерде ілтипат көрсетіп, сый-сияпат жасаған. Міне, әлемнің мақтаны пайғамбарымыз қалыптастырған үлгілі мінез-құлықтың негізгі көрегенділігі еді. Опасыздық, сатқындық атаулының ауылы оның пәк өмірінен алыс болатын. Пайғамбар мінез-құлқын үнемі үлгі еткен оның зайыбы Хадиша да Суайбаны сатып алып, күңдіктен құтқарғысы келсе де, Әбу Лахаб келіспей-ақ қойған. Арадан көп жыл өткенде Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам Мадинаға хижретінен соң ғана Әбу Лахаб Суайбаны өзі азат еткен. Әбу Лахаб пайғамбарымыздың Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам әкесінің туған бауыры. Өмір бойы пұтқа табынумен өткен ол қартайған шағында да інісі Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дініне мойынсынбаған. Тіпті ең мықты дұшпанына да айналған. Сондықтан да Алланың лағынетіне душар болып, күңі Суайбаның тырнағына татырлық сауап жинай алмаған. Әбу Лахаб қайтыс болғаннан кейін оны біреу түсінде көреді. Жаһаннамның отына үйіп, жан даусымен ышқынған одан «Не болды? Қалың қалай?» деп сұрайды. Сонда Әбу Лахаб «Мұндағы өмірімді ешкімнің басына бермесін. Аптапқа күйіп, таңдайым кеуіп, өліп барам. Суайбаны күңдіктен азат еткенім үшін ол да Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам сүт анасы болғандықтан ғана аңқамды кептірген шөлден аздап құтылғандай болдым» депті. Оқиға расында да ғибрат аларлық. Ғұмыр бойы Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам жаманды ойлап тосқауыл қоюмен болған Әбу Лахаб сынды азатулы ислам дұшпаны пайғамбардың сүт анасын азат еткен үшін Алланың рақымына бөленген, тозақтағы азабы жеңілдеген. Демек, Алла тағала сүйікті құлының өзіне тікелей емес, оған қызмет еткендерге де жасалған жақсылықтың да қайтарымын береді деген сөз. Олай болса, жалған дүниедегі болмыстың сұлтаны Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам жол бастаушы деп біліп, оның сүннеттерін орындауға ұмтылған мұсылмандарды қандай сый-сияпат күтіп тұрғанын айтуға тіл жетпейді.